Сәлем достар, бүгін жұма келіп қалыпты. Енді бірге шелпек пісіретін боламыз. Орамалымызды жақсылап тағып аламыз. Видеоларды аяғына дейін қараңыздар. Шелпек пісіру үшін алдымен сүтімізден құямыз. Сүтті холодильниктен алғандықтан үстіне кішкене қайнаған су құйып жүрмін. Маған 7 шелпек, қатты үлкен емес, кішкентай. Сосын кішкене бауырсақ пісіремін. Әр қарай тұзымды саламыз. Дәміне қарай. Одан кейін қант саламыз. 2 ас қасықтай қант қосып жүремін. Одан кейін 1 жұмыртқамызды салып жүреміз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін дрожжымызды қосып жүреміз. Примерно бір жарым ас қасықтай болды. Осылай араластырып жүреміз. Шамалы дрожжи еру керек. Өте дәмді, күшті болып шығады. Шелпекте, бауырсақта. Кішкене 2-3 минутқа қоя тұрамыз. Мінекей дрожжымыз еріп болды. Енді ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырды қатты жұмсақ, қатты қылып жүрмейміз. Орташа қолға жабыспайтындай болғанша илейміз. Мен осы цезна деген ұнды қолданамын. Енді үстінде пищевой пленкамен жауып 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағатта ол уже жақсы көтеріліп, қанып, дайын тұратын болады. Одан кейін осылайша дайындап қоямыз. Енді 1 сағат тұрады. 1 сағатта біздің қамырымыз толығымен дайын болады. Мінекей біздің шелпегіміз өте күшті болып көтерілді. Примерно 20 минуттай өтті. Енді ашып 7 зуала жасаймыз да қамырымызды аламыз. Қатты үлкен болмаймын. Енді осыдан кішкене зуалалар жасаймыз осылай. Шелпектің формасына келтіріп. Шелпек пісіріп тұрған жақсы. YouTube каналында жоқ екен. Сол үшін бүгін шелпек пісіріп сразу осылай видеоға түсіріп салғым келді. Достар, мен каналым ұнаса тіркелуді ұмытпаңыздар.
Mına үлкен зуалардан бауырсақ жасай саламыз. Енді осы шелпектерімді жайып, тағы бір 10 минутқа қойып қоямын. Сол кезде жақсы көтеріліп, сезім болады. Onda eштеңе сеуіп жатқан жоқпын. Мінекей, бауырсағымның да қамыры дайын болды. Бұны сразу кесіп дайындап қоя салайын. Стаканмен дөңгелек етіп кессеңіздер болады. Бірақ мен осылай пышақпен кесе беремін. Pісірген шелпегім дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жұмақ қабыл болсын.